Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 14-ші сабақ ю әрпінің жазылуы. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта ю әрпінің жазылу емлесін білеміз, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуға үйренеміз. 56-шы жаттығу: мәтінді түсініп оқы, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара дейді. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9-шы қабатта үй салып жатыр. 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юлия құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы дейді. Енді балалар мәтіннің мазмұнын айт дейді. Тағы да бір оқып шығып мәтін мазмұнын айтыңыздар. Келесі мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Жазған сөздеріңнің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Қараңыздар балалар, бізде бұл жерде қарамен жазылған сөздер Юрия, Юлия және қою деген сөз. Оны біз былай жазып қойдық. Жазылуы Юрия жазылғанда И, У, Р, И, А болып жазылады. Юлия да тап солай жазылғанда Юлия, оқылғанда И, У, Л, И, А болып оқылады. Қою болып жазылады. Қ, О, И, У болып оқылады. Енді балалар, бұл жерде жұлдызшамен берілген түсініксіз сөздерді мағынасын түсіндірме сөздіктен тауып көруге. Олар сылақшы деген сөз. Бұл дегеніміз сылақ жұмысын жүргізуші маман жұмысшы екен. Екіншісі құбыр. Ол су, мұнай, газ ағызуға арналып металдан жасалған іші қуыс зат дейді. Келесі балалар, бізде 57-ші тапсырма: сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді сана дейді. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір дейді. Алдымен балалар, мына бір ережемен танысып өтейік. Сөзде И, У дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Мысалы, аю және көркею. Енді қараңыздар, көбею, молаю, үлкею, есею және сарғаю сөздеріне біз былай дыбыстық талдау жасадық. Дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Келесі бізде 58-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз дейді. Оқимыз балалар. Ормандағы аю, ойы балға тою деп жазамыз. Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсыңдар дейді балалар. Аю балды бекерден бекер жақсы көрмейді. Балдың калориясы жоғары және көмірсулар, дәрумендер, фруктоза және глюкоза көп болады. Аю қысқы ұйқыға кетпес бұрын тері астындағы майдың қорын жинау үшін осындай дәруменге бай балды жеуі қажет. Аю балды пайдалы заттарға толы құрамы үшін жақсы көреді дейді. Келесі тапсырма: аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралғанын айт дейді. Яғни бұл жерде ю әрпі И және У дыбыстарынан құралған. Келесі 59-ші жаттығу: оқы дейді. Аю не деп жауап беруі мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастыр дейді. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Енді әрі қарай өзіміз құрастырайық. Ол: аю, осы сендер қыста да өз қалыптарыңды бұзбайсыңдар. Қыста азық аз, оны қайдан аласыңдар? Мен аш болсам қарным қусырылып, өзім шедей болып қаламын дейді. Сонда аю: мен қыстың қамын жазды ойлаймын. Жаз бойы тері астындағы майдың қорын толықтырамын. Ол үшін пайдалы дәруменге толып, бал сияқты азық жеймін. Сондықтан сен де қыста аш қалмау үшін жазда қамдан дейді. Немесе балалар өз нұсқаларыңызды жазуға болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.